мысалы бізде қазақ хандығының құрылуы, қазақ халқының салт дәстүрлері туралы баяндалады. Сіздердің алдарыңызда 3-2 ғасырларда Азия мен Евразияны байланыстырып тұрған үлкен сауда жолы Ұлы Жібек жолының картасы көрсетілген. Картадағы қызыл жолақтармен белгіленген Ұлы Жібек жолының басты тармағы, яғни осы жолақтар біздің картадан біздің ежелгі қалаларымыздан өткенін көруге болады. Осы кезде біздің қалаларымыз тек қана сауда жағынан ғана емес, медицина, білім, өнер жағынан дамыған, небір ғалымдарымыз дүниеге келген, небір көрнекті ғимараттарымыз бой көтерген болатын. Ұлы Жібек жолы деп аталу себебі сол кездегі Қытайда шыққан басты тауар жібек матаға байланысты айтылған. Келесі кезекте алдарыңыздағы витринада Әмір Темірдің облысымызға қарасты Ұлытау ауданына қойып кеткен тасын көруге болады. Яғни Әмір Темір Алтын Орда ханы Тоқтамысқа қарсы соғыспаққа бара жатып, Ұлытау үстінен өтіп, Алтыншоқы тауының үстінде бір күн бойы табиғатына тамсанып отырып, шеберлеріне осы жерге тас қойындар деп бұйрық берген. Таста 792 жыл қой жылы шілде айы Әмір Темір хан Тоқтамысқа қарсы соғыспаққа бара жатыр. Осы хан аман болсын, келесі ұрпақтары еске алсын деген жазу көне түрік тілінде, қазіргі қазақ тіліне жақын жазу жазылған. Сіздердің алдарыңызда 5 қаруын асынған қазақ батыры, яғни 5 қаруына басындағы бас киімі, қалқаны, сауыты, саптама етігі, артындағы найзасы кіреді. Жалпы батырдың үстіндегі барлық киімнің салмағы 40 килограммды құрайды. Келесі кезектегі витринада сіздер өзінің барлық ғұмырын, өмірін, қазақтардың басын біріктіріп, қазақ хандығын құруға арнаған хан Абылай хан. Абылай ханның жанында өзінің кеңесшісі Бұхар жырау, Бұхар жыраудың жанындағы шешен өте атақты билеріміздің орта жүздің биі Қазыбек биді көруге болады. Сонымен қатар қазақ хандығын құрылу барысында тарихта алтын әріппен есімдері қалған қазақ батырларын көрсеңіз болады. Ал сіздердің алдарыңызда тұрған диарамада 1726 жылы қазақ батырлары жоңғарларға қарсы Бұлантты Білеуті өзен бойында ұлы жеңіске жеткен. Бұл тарихта Бұлантты шайқасы деп аталады. Келесі кезекте алдарыңызда 1931 жылы Анна Иоанновнаға хат жазған хандарымыздың бірі Әбілқайыр хан, сонымен қатар қазақ хандығының соңғы ханы Кенесары Қасымовын көруге болады. Сонымен қатар витринада қазақ хандығы кезіндегі тарихи құжаттардың көшірмелерінде көрсеңіздер болады. Алдарыңыздағы таңбалы тас рулардың таңбалары қойылған тас. Келесі кезекте алдарыңызда ат әбзелдері, яғни ер-тоқым, аңшының кісе белдігі, қамшы, айбалта, оқшантай, яғни аңшының оқтарын салуға арналған. Сонымен қатар кездейсоқ табылымдардың бірі янтаған қылашы. Янтаған қылашының ерекшелігі басындағы сүйегі пілдің сүйегінен жасалған. Келесі кезекте 1848 жылы бастау алған қоянды жәрмеңкесі туралы баяндалады. Қоянды жәрмеңкесі облысымызға қарасты Қарқаралы ауданына қарасты 52 шақырым жерде барлық талды аумағы қайнаған сауда орталығына айналған. Қоянды жәрмеңкесіне тек қана біздің қазақ саудагерлері ғана болмаған, сонымен қатар Қытайдан келген оны Қытай кашемирінен көруге болады. Сонымен қатар американдықтар келген оны американдықтардың кофе шәйнегінен көрсеңіздер болады. Яғни бұл заттардың барлығы сол кезде ақшаға сатылмаған. Егерде Қытайлардың кашемирі 2 қойға айырбасталса, американдықтардың кофе шәйнегі 1 қойға айырбасталынған. Қоянды жәрмеңкесі тек қана сауда орталығы ғана болмаған, сонымен қатар небір қазақтардың өнерпаздары түлеп шыққан мектебі де болған. Яғни бұл жерде атағы шыққандардың бірі күш атасы Мұңайтпас Қажымқанұлы, сонымен қатар Дударай әніне қосатын күміс көмей әншіміз Мәриям Жагор қызы да осы Қоянды жәрмеңкесінен атағы шыққан. Сіздердің алдарыңызда көшпелі қазақтардың қысы жазып тұрған киіз үйдің бөліктерін біз сүйектер деп атаймыз. Оның сүйектеріне кереге, оқ, шаңырақ, есік жатқызылады. Киіз үйдің ең киелі бөліктерінің бірі шаңырақ, яғни шаңырақты үйдің иесі немесе үйдің мұрагері көтеріледі. Киіз үйге қарап тұрсаңыздар 2 бөлікке бөлінген, яғни сол жағы әйелдердің символы, оң жағы еркектердің символы болып табылады. Әйелдердің символында бесік, үй жиһаздары, қоржын, торсық, ошақты көрсеңіздер, еркектердің символдарында ат әбзелдері, аңшының киімдері қойылған. Яғни осы еркектердің символына қыстың кезінде мал төлдесе де осы оң жақ босағаға әкеп қойған екен. Келесі кезекте қазақтардың өмірінде қызықты және сирек кездесетін салт дәстүрлердің бірі саятшылық туралы баяндалады. Саятшылық бүркіт сияқты жыртқыш аңдарды мен аң аулау болып табылады. Алдарыңызда осы бүркітті қолға үйретуге арналған еңбек құралдары, яғни бүркітті көп уақыт қолға ұстағанда шынтаққа қойылатын балтақ, бүркітті қолға ұстағанда киілетін қолғапты көруге болады. Бүркіт қозғалып кетпес үшін көзіне киілетін бас киім, бүркіт тамақтандыратын ыдыс, сонымен қатар бүркітті қолға жерге үйреткен кезде аяғына киілетін аяқ бауды да көрсеңіздер болады. Сонымен қатар суреттегі қазақтардың жайлаудағы өмірін, салтын көрсеңіздер болады.
Ұлы адамдар ең әдемі киімдер ұлттық киімдер деп айтқан. Сіздердің алдарыңызда 50-60 жас шамасындағы ересектердің ұлттық киімдерін көруге болады. Ер адамдар басына бөрік киген, әйел адамдар басына кимешек киген. Яғни кимешекті самайындағы ақ шашы көрінбес үшін кеудесін жабып тұру мақсатында киген. Сонымен қатар ер адамдардың көйлектерінің жағасы, шалбарларының балағы ою өрнектелген. Әйел адамдар үстілеріне көйлек, көйлектің сыртынан камзол киген, камзолдың жан жақтары ою өрнектермен өрнектелген. Сіздердің алдарыңызда қалыңдық пен ер жігіттің тойда киген ұлттық киімдерін көруге болады. Яғни ер жігіт басына бөрік киген, қалыңдық басына сәукеле киген. Қарап тұрғандарыңызда екеуінің де киімдері қазақтың ұлттық ою өрнектерімен көмкерілген. Қалыңдықтың сәукелесіне қарап сол кезде бабаларымыз қалыңдықтың кедей отбасынан бай отбасынан шыққанын білген. Егерде сәукеле жеңіл жай тастармен көмкерілсе, қалыңдық кедей отбасынан шыққанын білген. Егерде сәукеле ауыр асыл тастармен, алтындармен көмкерілсе, бай отбасынан шыққан деген. Кезіндегі ең қымбат сәукелелер 100 жылға дейін бағаланған. Келесі кезекте алдарыңызда балалардың ұлттық киімдері, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, балалардың ұлттық киімдері ересектерге өте ұқсас жасалған. Яғни екеуі де басына тақия киген, қыз бала үнемі үкі таққан, яғни көз тимес мақсатында үкі тағып жүрген. Келесі кезекте сіздердің алдарыңызда қазақ әйелдерінің әшекей бұйымдары ұсынылған. Яғни бұл жерде белбеуді көре аласыздар, әйелдердің беліне тағылатын, сонымен қатар шолпы қыздардың шаштарының ұшына тағылады. Яғни шаштары тез өссін, қыздар үнемі тік жүрсін деген мақсатта тағылған. Білезіктерді яғни біздің әжелеріміз де таққан, қазіргі таңда әжелерімізбен қоса қыз келіншектеріміз де тағады. Сонымен қатар қапсырманы көрсеңіздер болады. Қапсырма біздің әжелеріміздің камзолын біріктіріп тұратын әшекей бұйым. Алдарыңыздағы еңбек құралы талқы деп аталады. Яғни ертеде ата-бабаларымыз малды сойып, малдың терісін өңдеп, кептіріп, тазалап, өңделген тазаланған теріні осы талқыдан өткізу арқылы қазіргі былғарыны жасаған. Сіздердің алдарыңызда біздің Қарағанды көмір бассейнінің алғашқы кеншілерінің қолданған еңбек құралдарын көруге болады. Қарағанды көмір бассейнінің құрылуы, дамуы жайында біздің жоғарғыда орналасқан арнайы залымызда айтатын боламыз.